Балалар, ертеде алыс өлкеде бір Ақ-мамық деген мысық өмір сүріпті балалар. Мысық өзі аппақ, сондай сүйкімді, әдемі болыпты. Ақ-мамық бір күні терезе алдында отырып, сыртқа қараса, бір топ мысықтарды көреді. Ақ-мамық өзіне дос іздейді. Қайдан жақсы достар тапсам екен деп, терезенің алдында арманда отырады. Балалар, қазір бәріміз бірге отырып, Ақ-мамыққа көмектесейікші? Мысық жасап жарай ма? Онда бәріміз отырып, қазір мысық құрастырамыз, жарай ма? Сендерге алдарыңа сіріңке қорабынан жасау біздің сабағымыздың тақырыбы мысық жасау сіріңке қорабынан. Ендеше мен сендерге барлықтарыңа қазір бір қорап тарататын боламын. Бір-бірінің достарына беріп жіберіңдер деп жатыр. Қыздарға бер. Аяқтар мен өзім беріп жатырмын. Маған да сар. Маған сар қыздар. Қыздар, балалар, бері қарайықшы кәнекей. Айдана. Балалар, қазір мысықты мен сендерге бірінші басын мына жерге жабыстыратын боласыздар. Желімді жабы. Бірге жасайықшы кәнекей. Мына жерге мен біреу қойып қояйын. Дұрыс. Жабыстыру арқылы жабыстырамыз. Білемен жабыстырыңдар. Клейді мына жерге жағамыз балар. Енді апарып мына жерге жабыстырамыз. Жабыстырдыңдар ма? Бәріміз бірге қыздар. Спичка. Жоқ, спичка бірінші мен айтқанына жабыстырып. Ақ жерде жабыстырасың. Мындай жағына. Сол жағына жабыстырасың. Дұрыс. Молодец. Клейді жабыстырып ұстап тұрамыз дейді, жабысын. Үшеуімізге. Алтын түс. Маған андайың бар, қараңыз. Қарасына Құйрығын жабыстырайық, балалар, кәнекей бәріміз отырып, енді құйрығын жабыстыратын боламыз. Мысықтың несі болады? Құйрығы болады. Құйрығын жабыстырайық. Не еді? Сөт ішеп тағда? Қан аулайды, дұрыс айтасыңдар балалар. Мысықтың қанша аяғы бар? 4 аяғы бар екен. Көзі бар ма? Көзі, аяғы, денесі болады, мұрты болады, балалар? Құйрығын жасайық енді, бәріміз отырып мысықтың құйрығын жасайық. Құйрығын жабыстырдыңдар ма? Жарайсыңдар, мінекей балалар. Мысығымыздың құйрығын жабыстырдық, е балалар? Қараңдаршы. Қандай әдемі болды? Енді қараңдаршы. Мұрты, сосын аяғы жоқ қой балалар. Аяғын жасаймыз. Енді 2 аяғын жасаймыз, де балалар? Мына сіріңкенің алып, астын аяғын қойып шығыңдар. 4 қанша аяғы болады? 4 аяғын қойып орналастырып шығыңдар. Қандай тамаша болды, қарашы кімдікін? Қоямыз.
молодец. Жәнібек, мысығың қалай шықты сенің? Өзіңе ұнады ма? Жарайсыңдар. Мына тати. Қане, сенің мысығың қалай болды екен? Құйрығы қайда? Құйрығы жоқ қой менде. Кімдегі мысықтарды бітірсе маған берді. Мен бітірген болдым. Қанкей мысығымыз қандай тамаша болып шықты балалар, Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Енді ары қарай. Қанкей балалар, сендерге жұмбақ жасырайын. Табасыңдар ма? Мұрты бар, сақалы бар, тоны бар, шапаны бар. Ол не екен балалар? Жарайсыңдар, тамаша. Дұрыс айтасың. Тағы да бір жұмбақ жасырғым келіп тұр. Мұрты сипап күн бойы, беті аузы жуады. Мысық. Дұрыс айтасыңдар. Мысық екен балалар. Кәнекей балалар, біздің мысығымыз қандай әдемі болып шықты бүгінгі мысығымыз. Ендігі біздің жасайтын жұмысымыз балалар. Алдымызда берілген мынандай шилар тұр, осыменен сандарды жасайықшы алдымызға отырып. Мысалы, қараңыздар, мен бір деген санды жазғым келіп тұр. Бір деген санды құрастырғым келіп тұр, мысалы. Қараңдаршы, былай мен бірді құрастырамын. Мінекей. Сендер де құрастырыңдаршы, кәнекей. Мінекей бір. Бір деген санды құрастырып шығыңдар шалдарына. Үлкенде оқыламыз. Жоқ, ремен емес, әшім бұлар құрастырып қойыңдар. Көп сандарды жазуымыз керек. Сол үшін жасырмай-ақ қояйық, құрастырып шығайық. Бір деген санды кәнекей. Тездетеміз. Болды. Жарайсыңдар балалар. Бір санын жазып болдық, енді 4 бұрыш жасайықшы бәріміз шимен. Құрастырайықшы, 4 бұрышты қалай құрастырамыз? Бірдің үшке алып бастаймыз, 4 бұрыш құрастырамыз. Мінекей, менікін қараңдар. 4 бұрыш. Кім құрастыра алады 4 бұрышты? Мен. Құрастырамыз. Кеттік, тездетеміз, жарысамыз балалар бір-бірімізге. Тамаша. Жарайсың? Жасап болдым. Мен біттім ғой. Жарайсың? Мен біттім. Хадиша жасады ма? Жасаймыз. Асларман тамаша жасапты. Айдана жақсы жасапты. Ерасыл? Ал келесі енді 3 бұрыш жасаймыз балалар. 3 бұрыш дегенде қалай болады 3 бұрышымыз жасаймыз? Мен болдым. 3 бұрыш. Молодец, мінекей 3 бұрыш жасадық. Мен де болдым. Енді Бұл негізі пирамида ғой. пирамида, дұрыс айтасыңдар. Енді бәріміз алдымызға аламыз да 4 деген санды жазып шығайықшы. 4 деген санды қалай жазамыз? Шименен құрастырайықшы. 4 санды құрастырамыз. Кет. Ай, молодец. Мен де болдым. Ай, молодец, жарайсыңдар. Енді 5, ә? Енді 5 деген санды құрастырамыз. Кет, қыздар. 5 деген санды құрастырамыз. Бүгін бізде құрастыру сабағы, балалар?
құрастыру сабағында біз сіріңкеменен сандар құрастырып жатырмыз балалар. Мен болдым. Ал сіріңкенің қорабына не құрастырдық? Мысық құрастырдық, балалар? Жарайсыңдар. Мен де болдым. Тамаша. Жарайсыңдар. Ал балалар, қараңдаршы, балалар, Ақмамық сендерге өте риза болып жатыр. Сендерге көптеген мысық жасап бергендеріне қуанып, Ақмамық рахметін айтып жатыр. Ақмамықтың достары көп болды, балалар енді? Өте тамаша жасадыңдар, балалар, жарайсыңдар. Сендерді барлықтарыңды жұлдызшаменен бағалағым келіп тұр. Балалар, бәріміз бірінші бас бармақ әдісімен бағалайықшы бір-бірімізді. Қалай болды мысығымыз бүгінгі? Өте тамаша болды, жарайсыңдар. Бүгінгі жұмысымыз өте көңілді өтті, балалар. Бәріміз бірге ортаға қалдық. Жарайсыңдар, балалар. Кетесіздер ме үйге мысық? Этман, yakın olmak